ұшқан бағым деген анау тауда түсірген бір бейнебаяным бар еді оның 6,5 минуттық. Ол ән негізінде Нұрлан Еспанов ағамыз айтып жүрген кезінде, Шымкентте тұрып жатқан кезінде, Қалжан Анарұлы деген кісінің әні. Иә, білемін. Сол әнді өзі ұсынғанда қалай, мен маған ұнап қалды, мен өзімнің стилімде шығарайыншы дедім. Мағынасы мықты клип негізінде. 6,5 минуттық ән. Кімдер тыңдап өскен ғой жаңағы? Джастин Тимберлейк, шетелдегі сол кісілер тыңдағаннан кейін, олардың әндері мынау соңғы альбом шықты ғой, 2012-де ме, 2010-да. 7 минуттық, 8 минуттық, 9 минуттық клиптер болды, кино болды. Сол сияқты мен де бір көрейінші деп сөйтіп шығарғам. Сол әнді аранжировкасын шығару үшін 1 жыл уақыт кетті сөздің ашы. Іздену болды менде ше. Ол нәрсе деген оңай нәрсе емес. Ол щепетильный дейді ғой бір сөзді айтқанда. Кіріп кетуім керек. Мен сондай адаммын өзім. Бір жаңалықпен шыққым келеді да. Бірақтан мен бұны бірақтан ұстап отыру маған бұл қиын да. Не үшін мен қайттан бүйтіп түсіп кетемін қайттан. Тұра тұрыңыздар, қазір мен жиналып алайын деген сияқты да, мысалы. Ішкі дүниеммен деген сияқты. Жаңа бір тағы да туынды шығарайын деген сияқты. Бүйтіп қатарынан шығара бере алмаймын да мен. Оңтүстік бұл жерде еңбекқорлық қой. Еңбектену керек. Кешірім негізінде халықтан сұрағым келеді, өйткені кезінде өз халық таңдады ғой мені. Биыл жаңа туындылар тыңдайсыздар болды. Оралды. Алла нәсіп етсін.